Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мына кубик пирамидканы құрастырып үйренетін боламыз. Кубик пирамидка немесе пираминкс деп те атайды бұны. Осыны құрастырып үйренеміз. Жалпы пирамидканың 3-3 түрі бұл, міне 1 2 3 3-3 түрі. Осыны жалпы түсіндіріп өтейін. Пирамидканың мынандай элементтері болады. Бұрыштар мынандай бұрыштары міне. Және қабырғалар болады. Мынандай 2 түстен тұрады. Бұрыштар 3 түстен тұрады. Қабырғалары болады. Және орталықтар. Рубик текшесінің жаңа 3-3 түріндегідей орталықтары бар міне. Орталықтар ешқандай қыры болмайды мынандай. Ал мынау жаңағы қабырғаларының қыры болады. Және бұрыштардың қыры болады. Осындай. Енді қазір осы рубик пирамидканы бұзамыз. Сосын құрастыратын боламыз. Өте оңай. Ешқандай қиындығы жоқ. Небәрі 4-5 алгоритмға дейін бар. Соны орындап шықсақ, рубик пирамидкамыз құрастырылатын болады. Міне біз бұздық түстерін. Енді осыны құрап шығамыз. Құрау барысы алгоритмдерді жоғарыға келтіріп отырамын. Сол жаңағы алгоритмдер арқылы құрастыратын боласыздар. Енді бірінші құрастырмас бұрын сіздерге мына текшеде әдеттегідей пиф-паф әдісін көрсететін боламын. Пиф-паф әдісі арқылы бұл пирамидканы құрастырамыз. Енді пиф-паф әдісі мынандай. Бірінші орналасу бағытын көрсетейін. Мынау оң бағыт. Оң бөлікті деп айтамыз. Бұлай қарай бұратын болсақ, сағат тілімен, бұлай қарай сағат тіліне қарсы. Енді мынау сол бағыты, ал мынау жоғары. Мынау арты. Енді пиф-паф әдісі мынандай қадамдардан тұрады. Оң кері бұраймыз. Сол сағат тілімен, оң сағат тілімен, сол сағат тіліне қарсы. Міне 4 қадамнан тұрады. Тағы да орындаймыз. Оң сағат тіліне қарсы, сол сағат тілімен, оң сағат тілімен, сол сағат тіліне қарсы. Енді бір орындасақ, өзінің қалпына келеді. Міне. Пирамидкамыз қайтадан қалпына келді. Яғни пиф-паф әдісін 3 рет орындасақ, өзінің қалпына келеді. Міне. Және сол бағытта орындаймыз. Бірінші сол бағытынан бастаймыз. Сол сағат тіліне қарсы, оң сағат тіліне қарсы, сол сағат тіліне қарсы, жаңа сағат тіліне тілімен болды. Міне бұлай қарай. Сағат тілімен. Тағы да орындаймыз. Міне қалпына қайтадан келді. Міне осылай. Енді пирамидкамызды құрастырайық. Бірінші бұрыштардан бастаймыз. Бұрыштарды енді түстеріне сәйкес қойып аламыз. Бұл енді өте оңай тапсырма. Міне жасылды жасылға, қызылды қызылға қойып аламыз. Міне осылай қойып алдық. Келесі біз іздейміз мынандай бұрыштың сары түсі жоғын. Біздер енді сары түсінен бастаймыз әдеттегідей.
сары түсі жоғы тауып аламыз. Мына жерде сары түс жоқ. Осы бұрышты төменге қаратып қоямыз. Міне төменге қарап тұр. Яғни мына беті сары түс болу керек. Ол үшін мына оң бағытымызды бұрып, мына орталығын сары жасауымыз керек. Міне сары түс табылды. Енді мына жерде де сол сары түсі болу керек. Міне осылай бұрау арқылы сары түсін тауып аламыз. Міне. Енді мына жерде өзі орында тұр екен. Сонда бізде мынандай орталықтар шығады. 3-3-тегідей қосу таңбасын жасаймыз ғой. Сол сияқты міне осындай сары түстен жасап аламыз. Немесе бұны радиацияның белгісіне ұқсайды, қараңыздар. Радиацияның белгісі сияқты. Және бұны радиаторы деп те айтады. Осындай радиаторы жасаймыз. Енді келесі мына қабырғаларды өзінің орнына қоюымыз керек. Ол үшін мына жерде көк түс, мына жер сары түс. Яғни мына жерде көк сары түсті қабырға болу керек. Оны мынау төменіне қоямыз да енді жоғары жағына көшеміз. Жоғарғы мына қабаттан осы сары түсті іздейміз. Бұлай айналдыру арқылы. Бізде сары түсі жоқ екен. Яғни ол мына жоғарыда болмаса төменде орналасқан. Айналдырып қараймыз. Көк пен сарыны іздеп жатырмыз. Міне. Көк пен сары түс мына жерде тұр екен. Осы көк пен сары түсті жоғарыға шығарып алуымыз керек. Ол үшін қазір біз пиф-паф әдісін орындаймыз. Міне. Пиф-паф әдісі. Сөйтіп біз мына көк пен сары түсті жоғарыға шығарып алдық. Енді мына жерге қою үшін ол қабырғаны сары түсі бізге мына осы бетіне қарап тұру керек. Ол үшін міне былай қарай бұрып қоямыз. Сары түсі бізге қарап тұр, көк түсі жанында тұрады, сол жақ бетінде тұрады. Енді осыны біз мына жерге түсіру үшін пиф-паф әдісін орындаймыз. Егер де сары түсі сол бағытында тұрса, онда сол бағыттағы пиф-пафты орындаймыз. Егер де сары түсі мін жағында тұрса, көгі мін жағында, онда оң жақтағы пиф-пафты орындаймыз. Пиф-паф орындаймыз сол бағыттағы. Міне. Міне өзінің орнына қабырға түсті. Келесі бізде міне сары түсі бар, жасыл түсі бар. Қабырғаны таптық, оны мына жердегі жасыл түсі болу керек. Міне. Енді сары түсін тауып алуымыз керек, мін жағында тұр, оны өзімізге қаратып аламыз. Міне тұр. Тағы да пиф-паф әдісін орындаймыз. Міне. Қалпына келді. Қалпына келді. Енді тағы да сары түсті іздейміз. Міне тұр тағы да. Оны да қызыл түстің қатарына апарамыз. Міне, осы жерге қоямыз. Яғни сары түсі өзімізге қарап тұру керек. Қызыл түсі жанында, немесе мін жақ жанында тұру мүмкін. Енді мына жерде тағы да сол бағыттағы пиф-пафты орындаймыз. Міне, өзінің орнына келді. Біздің төменгі қабатымыз сары түс түгелдей жиналды. Төменгі қабат түгел жиналды. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Егер де жасыл түсіміз мына жерге, міне жасыл түсті және сары түстіні қабырғаны мына жерге қоюымыз керек. Міне. Бұл жағдайда біз міне жасыл түсті көріп тұрсыздар, міне бұрышты қабырғаны осы бағытқа қоямыз. Міне жасыл түсі мін жақта тұрады, сары түсі өзімізге қарап тұрады. Ондай жағдайда бана біз сол бағытта орындадық, енді оң бағыттағы пиф-пафты орындаймыз. Міне.
Міне көрдіңіздер, өзінің орнына түсті. Енді қалған түстерін өзінің орнына қояйық. Дәл солай пиф-паф орындаймыз. Қызыл түсті. Тағы да сол пиф-пафты орындаймыз. Өзінің орнына келді. Аяқтап болдық біз. Міне төменгі қатарды түгел жинадық. Енді бізде жоғарғы қатарды түгел өз түстеріне қойымыз керек. Бұл енді кішкене қиындау болады. Бірақ ол да алгоритмдерін үйреніп алсаңыздар оңайға соғатын болады. Енді қараймыз. Мына келіп тұрған қабырғалар өзінің орнында тұрма қарап шығамыз. Мынау енді өзінің орнында тұр, бірақ дұрыс қате орналасқан. Мынау да солай. Ал енді мына қабырғамыз өзінің орнында тұр. Міне, жасыл түсі жасыл, көк түсі көкте тұр. Егер де осындай жағдай кездессе, бұл бірінші жағдай. Онда мына келіп тұрған қабырғамызды артымызға қоямыз. Мына екеуі бізге қарап тұру керек. Яғни бұны көздер деп атаймыз. Көздер, жағдай көздер. Енді мынандай алгоритмді орындауымыз керек. Бірінші пиф-паф орындаймыз. Оң бағытта. Міне пиф-паф орындадық. Содан соң мына жоғарды мына қолымызбен ұстаймыз. Міне осылай ұстаймыз. Сосын пиф-паф орындаймыз. Міне мынандай бағытта. Жоғары. Сосын сол бағытымызды жоғары кері бұраймыз. Солды кері бұраймыз. Міне. Сонда пирамидкамыз жиналып шығады. Бұл бірінші жағдай. Келесі екінші жағдай. Дәл сол жаңағыдай көк түсімізді осы көк түсіне келіп тұрады. Мына орталықтары. Мына жерде сол жасыл, жасыл, жасыл. Орталықтар өз орындарында тұр. Бірақ мына қабырғаларымыз симметриялы бағытта орналасқан. Қарасаңыздар, міне екі жасыл, екі көк, екі қызыл. Бұл симметриялық жағдай деп атаймыз. Міне әдемі көрінеді, узорлар сияқты. Міне симметриялық жағдай. Орталықтарымыз өзінің орнында тұр. Тек мына екі қабырғалар орындары ауысып кеткен. Бұндай жағдайда біз мынандай алгоритмді орындаймыз. Кез келген бағытта, міне кез келген бағытта ұстаймыз осылай. Сосын мынандай алгоритмді орындауымыз керек. Оң, кері, жоғары, сағат тіліне қарсы. Оң сағат тілімен, жоғары сағат тіліне қарсы. Оң сағат тіліне қарсы, жоғары. Оң, жоғары. Жоғарын бұрмай қоюға да болады. Бір рет орындадық. Біздің қалпына келген жоқ пирамидкамыз. Іштен етпейді. Тағы да орындаймыз. Оң, жоғары. Оң, жоғары. Оң, жоғары. Оң. Кері деп айтқан жоқпын. Міне пирамидкамыз өзінің қалпына келді. Бұл екінші жағдай. Келесі үшінші жағдай бізде мынандай. Пирамидкамызге қараймыз. Элементтері қалай тұрған. Қабырғалар өзінің орнында тұрған жоқ. Біреуі де міне. Біреуі де өзінің орнында тұрған жоқ. Енді қазір қарауымыз керек. Қалай орналастыруымыз қажет. Біздер мына қабырғалардың түстеріне қараймыз. Түстері мысалға мына жер қызыл түсі келіп тұр екен. Бір бағыты келіп тұр екен. Ал мына жерде екі бағыты да келмей тұр. Ал мына жерде бір бағыты келіп тұр.
яғни мына қабырға мен мына қабырғаның бір бағыты келіп тұр. Бұл бізге подсказка болады. Мына қараңыздар. Осы мына келіп тұрған мен мына келіп тұрған бағытын өзімізге қаратып ұстаймыз. Ал келмей тұрған қабырғамызды артына қоямыз. Міне осылай. Яғни бұл оң жақ көз деп аталады. Міне оң жақ көз, правый глаз дейді. Осылай ұстаймыз. Сосын мынандай алгоритмді орындаймыз. Бірінші пиф-паф орындаймыз. Содан соң жоғары, кері, сол, міне сол бағытымызды кері, жоғары және сол сағат тілімен. Міне пирамидкамыз тағы да жиналды. Бұл үшінші жағдай. Келесі жағдай бізде сол көз деп аталады. Міне сол көз. Ол жаңағыдай болып келеді. Біздің мына қабырғаларымыз біреуде орында тұрған жоқ. Бірақ та біреуінің міне қараңыздар. Біреуінің түсі сәйкес келіп тұр. Мынаның да бір түсі сәйкес келіп тұр. Ал мынаның бірде-бір түсі сәйкес келіп тұрған жоқ. Яғни біз сәйкес келіп тұрған мына бағыт және мына бағытты өзімізге қаратып ұстаймыз. Міне келмей тұрған қабырғамыз артымызда тұрады. Осылай. Және міне осы бағытта ұстаймыз. Жаңа біздің мына келмей тұрған түсіміз мына бағытта тұрды қабырғамыз. Енді сол жағында тұр. Егер сол жағында тұрса, мынандай алгоритмді орындаймыз. Яғни сол көз дейміз бұның аты жағдайдың. Бастаймыз. Сол сағат тілімен, оң сағат тіліне қарсы, сол сағат тіліне қарсы, оң. Яғни пиф-паф орындадық. Енді жоғары, оң, жоғары, кері, оң, кері. Кей кезде осындай жағдай шығуы мүмкін. Яғни түстеріміз орындағаннан кейін симметриялық, міне симметриялы жағдай шығуы мүмкін. Ол кезде қайтадан сол симметриялық жағдайды орындайтын боламыз. Ол кез келген түсті ұстаймыз да, міне оң, кері қарай, жоғары, оң сағат тілімен, жоғары, оң, кері қарай, жоғары, оң. Міне жиналды. Түгелдей жиналды. Тағы да сол көзді орындаймыз. Сол бағытынан бастаймыз. Содан соң жоғары, оң, жоғары, кері және оң, кері сағат тіліне қарсы. Міне біздің пирамидкамыз жиналды. Түгелдей жиналып шықты. Ондай қиын емес алгоритмдері. Түгелдей құрастырып үйреніп шығуларыңызға болады. Достар, тағы да осындай пирамиданың түрлерімен таныстыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер де болады. Тамашалағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.